6 сынып. 4 тақырып. 5-6 сабақ. Электр қуатын үнемдеу басты қажеттілік. 1 тапсырма. Мәтінді тыңдаңдар. Не туралы айтылған? Сұхбаттасыңдар. Электр қуатын көп тұтыну, оны өндіруге жұмсалатын шикізат көздерін көп пайдалануға ғана емес, жаһандық экологияға да залал келтіруде. Сондықтан, адамзат болашағы үшін алаңдайтын әрбір азамат электр қуатын күнделікті тұрмыста үнемдеуі керек. Ұялы телефон, ноутбук секілді құрылғылардың қуаттағышын тоқтан ылғи ажыратып отырған дұрыс. Өйткені, тоқ көзіне қосылып тұрған құрылғы энергия тұтынады. Бірер күнге басқа жаққа кетерде шамды өшіріп қана қоймай, тоқ көзінен теледидар, музыкалық орталық, DVD ойнатқыштарды да суырып кеткен жөн. Олар тоққа қосылып тұрса, аз да болсын энергия шығындап отырады. Қуат көзін керек ететін заттарды пайдаланғанда да мұқият болыңдар. Мысалы, киім үтіктеп жатқанда телефон шырылдаса, үтікті суырып барып, қоңырауға жауап беріңдер. Уважаемые зрители, обратившись по телефону, указанному на вашем экране, вы можете приобрести уроки с полностью выполненными заданиями и переводом на русский язык.